Сәлем достар, сіздермен бірге Делукс. Біз постройкаларымызды жалғастыратын боламыз. Мен енді сіздерге каменный или доскадан жасалған кәдімгі выживанияға арналған үйді көрсететін боламын. Бұл енді 2 этаждан тұратын болады. 2 этаждан тұрады. Сондықтан бұл үй мықты болады деймін. Лайктарыңызды аямай қоя беріңіздер. Мен енді үй салуды бастай берейін. Так, былай еще 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жерге де 7 керек. Былай қарай криво қоймай соғамыз. Содан кейін не проблема, былай. Тағы алдына біреу, былай біреу. Қисық қалады, жоқ қисық қалды. Былай, жоқ, не болып кетті өзі. Керек жоқ па? Кішкене проблема шығып қалды, соны жөндеп аламын. Бұлай екен ғой. Қалай аяқтарын көрінден. Бірінші біз астын істеп аламыз үйдің. Мен бұл үйді өзімнің ойымнан шығарғам, ешқандай интернеттен көшіруден болған жоқ. Сөйтіп бәрін жасай беретін боламын. Келесі серияда да үйлердің нелер көрсететін боламын. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, ұнамаса да лайк басыңыздар. Дизлайк емес. Былай қойып шығайық. Бізде қазір бірінші этаж дайын болып қалды. Үшеу ма, төртеу ма? Үшеу. Болды. Не кетті? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мінекей. Үйдің құрылысы да дайын болды. Жоқ тастаймыз. Бұлай соғамыз. Бұл дайын болады. Үйіміздің бірінші этажы. Екінші этажға лестницамен көтерілетін болады. Бұл бірақ необычный лестница. Так, бұлай қарай бізде полублок емес. Беремесін туп керек. Бұлай қойып шығатын. И потом есік керек. Кәдімгі есікті ала берсек болады. Басқа есік выживаниядан табылады болады. Өздеріңіз білесіздер. Ондай есік класстар. Бұлай қойып шықтық. Енді бір. Мына жақтың бізге қатысы жоқ. Осының үшін еді жабамыз. Болды. Енді біз крышаны соғуға біз полублок аламыз. Сондықтан бізге полублок керек. Үшін сәндегенге де, сундықтар орналастырғанға да жемге детті. Нормально келе жатыр. Осымен стеклоларын ақ стекло қылады. Кәдімгі емес, әппақ стекло. Кейбіреулер черный жасап қояды. Выживанияда табу өте қиын да. Оны табасың ғой, бірақ красителін таба алмайсың да. Красителін табу қиын.
Нормально. Нормальный шутка. Мен штрихтарға кеттік, таптамыздар. Онда емес, mana. И потом вот так. Вот mana вот mana Дима. Не істесек болады. Айтпақшы екінші этажына алып кетіппін. Оны кәдімгі лестница ма, или андай лестница ма? Давайте кәдімгі лестницаны қолданайық. Андай лестница емес, сол өте қиынырақ болатын сияқты. Так, шылайық. Так, басынан былай қойып шығамыз, или солай береміз. Қалай кетсін дегенімді. Сөйтейін, басқа ма? Басынан қойып шығамыз. Сонда үйіміз әдемі күшті көрініп қалды. Көлдерінен ағаш істеліп. Бұны бірақ қайталап істемей қойсаңыздар да болады. Бұны неге істемей қойсаңыздар да болады. Мен өзім әдейі солай істеп жатырмын. Бұл көрініс ұзағады, сондықтан мінекей достар, мына үйдің құрылысын істеп қойдым. Сіздерге бұл сюжет өте қысқа болуы мүмкін, бірақ бұл маған өте ұзақ уақыт кетті. Сондықтан лайктарыңызды аямай басып өтіңіздер. Комментке қандай үй салу керек, не істеу керек, сондайдың бәрін салып отырыңыздар, жазып отырыңыздар деген. Бұл негіз енді келіп отырмын ғой ютубқа, енді келіп жатырмын. Сондықтан қазақ ютуберлерін дамытуым керек деген сияқты маған. Сол сөйтіп мінекей уже үйіміз аяқталып қалыпты. Үшін келесі бөлімде өздеріңіз істей аласыздар. Жаман қиын кетеді. Және де мен видеоны ұзаққа салуды ұмытпаймын. Так, мінекей уже болдым, міне болды. Зың үй кетті. Ал енді біз не істейміз? Бұлай красить етіп айналасын бәрін бұлай красить етіп. Айналасын бәрін красить етіп болған соң видеоны аяқтаймыз ау. Не кетті өзі. Бұл жер еттайын шыққанды. Мінекей уже бітіп қалдым. Так. Болды. Все. Келесі кездескенше сау бол.